Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Динара Ибраева. Бүгінгі видеоролигімізде жалпы 2026 жылы астрологтардың ақпаратына сәйкес қай жұлдыз жорамалдағы белгілеріміз сәтті болатындығы туралы ақпарат айтқаны. Бұл жетекші астрологтардың 2026 жылға арналған болжамына сәйкес ұзақ мерзімді трансформацияларға себеп болатын сирек планеталық қозғалыстар келесі 4 зодиак өміріне арнайы өзгерістерді әкелер екен. Тоқты, суқойғыш, арыстан, тағы егіздер 2026 жылғы жұлдызнамада ең маңызды астрологиялық энергия ие болып, олар зодиактағы негізгі өзгерістердің жүрегіне орналасады. Тоқты, тәртіп пен тағдырдың жаңа авторы рөлінде. Сатурн мен Нептун екі ұрпақтық планеталар тұрақты кезеңде. Тоқты белгісіне қоныстанған кезде тоқтыларды басты кейіпкер сезімі күшейеді. Тәртіп пен жауапкершілік және кармалық үйренумен байланысты тақырыптар Сатурн тоқты белгісіне ақпан айында қайта кіріп келген уақытта басталар екен. Астрологтар бұл кезеңді тоқтылар үшін терең сипаттағы доғаның басы ретінде сипаттайды. Сатурнның әсері шыдамдылықты, зейінді және берілгендікті сынайды. Өйткені белгі құрылымға және ұзақ мерзімді міндеттемелерге қатысты сабақтарды шарлайды. Дегенмен бұл өзгерістер жылдан байқалмауы да мүмкін. Жалпы Сатурн 2028 жылға дейін тоқтыда болғандықтан, тоқтылар оның сабақтарын тұрақты түрде қолдануға талай уақыт алар екен. Сатурн жиі келетін жауапкершіліктің салмағына қарамастан 2026 жылы тоқтылар тұрақты көз жігері үшін марапатталады деген күту бар екен. Планетаның энергиясын конструктивті түрде бағыттайтындар үлкен жеке немесе кәсіби жетістіктерге куә бола алады. Суқойғыш Плутонның күші терең трансформация сізді итермелейді. Суқойғыш белгісі күш пен терең өзгерістер планетасы Плутон орнына алғаш рет 2024 жылдан аяғында көшкен кезде өзінің басты кейіпкер дәуіріне қадам басқан еді. Арғарай Плутонның шамамен 20 жылға созылған баяу транзиті мен трансформациялық серпін 2026 жылда сезініп келеді. Жалғасы. Плутон сойғышты қорқынышпен, жасырын эмоциялармен және бұрыннан ескерілмеген психологиялық үлгілермен күресуге мәжбүр етеді. 2026 жыл бұл белгі үшін шектеулі сенімдерден бас тарту және ішкі күш қуат орнынан қайта құру мүмкіндіктері бар. Қарқынды өзін-өзі қарсы алу кезен ұсынады. Өзгерістер кейде ауыр сезіну мүмкін болғанымен, астрологтар көптеген сойғыштар 2026 жылдың соңына қарай бұрынғыдан шектелген ауыртпалықтарды босатып, тәуелсіз және икемді болады деген күтім бар. Арыстан кеңею мен мүмкіндіктердің алтын жылына жетер екен. Арыстан үшін 2026 жылғы болжам соңғы жылдардағы ең қолайлы кезеңдердің бірін көрсетеді. Бұл белгі өзінің алтын жылына кіріп, себебі Юпитер сәттілік, даналық және кеңеюмен байланысты планета 2026 жылдың 30 маусымында Арыстанға ауысады. Астрологтардың айтуынша Юпитердің Арыстан белгісіне келуі молшылық, жеке эволюция және көкжиектер кеңейетін уақытты білдіреді. Әрине, ондай энергия әсер есе арыстандардың өзіне жаңа тәжірибелерді зерттеуге, саяхаттауды қабылдауға немесе қарым-қатынаста батыл қадамдар жасауға шақырады. Дегенмен есептен тағы ескірген әдеттер мен эмоционалды жүктен құтылуға шақырады. Себебі ондай сабақ кешірімді болып, жіберу қабілеті Юпитердің ең жарқын артықшылықтарын толығымен ашуға маңызды болады. Арыстан интроспекция батылдықпен 2026 жылды маңызды жылға айналдыра алады. Егіздер Уран астындағы серпінді жылға айналады. Егіздердің алтын жылы 2026 жылды маусымда аяқталады. Бірақ планетаның үлкен ауысуына байланысты оның назар аударарлық орны өзгеріссіз қалады. Уран серпінді өзгерістермен инновация бастаушы планета орында егіздер белгісіне 2026 жылдың сәуір айында кіріп келеді. Астрологтар бұл кезеңді егіздер өздерінің ұмтылыстарына сәйкес келмейтін әдеттерден немесе шектеулерден арылуға ынталандырады деп сенеді. 2026 жыл жұлдызнамасы егіздерге жеке тұлғалық, жұмыс немесе шығармашылық көріністе қайта ойлап табуға деген күшті ұмтылысты көрсетеді.